Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар, эфирде Атамекен жолы. Бүгінгі подкастта елге оралған бауырларымыз, азаматтар жайында, қандастар жайында әңгіме қозғаймыз. Қонағымызбен таныс болыңыздар. Журналист, Қазақ тілі қоғамы қоғамдық бірлестігінің төрағасы, құрмет орденінің иегері Заңғар Санай-ағамыз, қош келдіңіз. Рахмет. Негізінде ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, тәуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстанға 1 миллионнан аса азаматтар қандас мәртебесін алған екен. Тек қана осы жылы Қазақстанға 10 мыңнан аса азамат көшіп келген екен. Әуелде оларды оралман деп атады, одан кейін қандас деген мәртебе берді. Өзіңіз бұл жайында не айта аласыз? Қалай дұрыс атаған деп ойлайсыз? Және де қандас деген сөзді өзіңіз қалай түсінесіз? Енді, оралман деген айдар тағылды әуелде. Оған тек қана сырттан келген қазақтар емес, жалпы осындағы ата жұрттағы біздің қазақтарда зиялы қауым өкілдері де оған қарсы болды. Біз де қарсы болдық, яғни. Кейін енді қандас деген ресми статус берілді. Енді оралманнан қандас жақсырақ. Бірақ енді ол жаңағы үкімет деңгейінде, мемлекет деңгейінде қабылданған мәртебе болғандықтан біз оған келісуге мәжбүрміз. Жалпы енді білмеймін, енді оған нақты бір қандай атау берілсе біз келісетінімізді айта алмаймын. Этникалық қазақ десе тағы да бір бөлініп қалған сияқты болады. Шеттен келген қазақ десе тағы да бір шеттетіліп қалған секілді көрінеді. Сондықтан енді осы қандас деген статусқа, мәртебеге әзірге разымыз. Жалпы расында да сол 90 жылдардан бері бізге миллионның үстінде шеттегі, алыс жақын елдегі қазақтар Атамекеніне оралған. Нақты біздің облысымызға мысалы 35 мыңнан астам шеттегі қазақтар осы Қостанай өлкесіне қоныс тепкен. Бір қызық оқиға, өткенде мен тарихшы Рауан деген құрдасыммен сөйлестім. Сонда ең алғашқы қандас Қытайдан 1950 жылдары Қостанай облысына келген екен. 50 жылдар. Яғни бұл шеттегі, сырттағы қазақтардың көші ертерек басталған, сонау 50 жылдар. Дегенмен де тағы да ақпараттарға сүйенетін болсақ, қазіргі уақытта шет елде тұратын қазақ диаспораларының азаматтарының саны 2 миллионға жуық деген ақпарат бар. Сол азаматтардың елге оралуына не кедергі деп ойлайсыз? Мүмкін мемлекет тарапынан қолдау аз болып тұрғаны ма? Енді бейресми деректерге жүгінсек, 2 миллион емес, одан 2 есе көп, тіпті 4 миллион, 5 миллионға жоқ қазақ бар сыртта. Олардың келуіне бір жүйелі бағдарлама қабылданса мемлекеттік деңгейде, нақты сырттан келетін қазақтарға қамқорлық жағдай жасалатындай бағдарлама қабылданса, олар келіп мына жақта үй іздеп тентіреп, жаңағы жұмыс іздеп жай жүрмейтіндей, келсе үйі дайын, жұмыс істеймін десе жұмысқа кіргізетіндей, оқитын баласы болса оны оқытатындай, жеке нақты сырттан келген, көшіп келген қазақтарға қатысты бағдарлама қабылданса, онда көш қайтадан жанданар еді деп ойлаймын. Мына тұсында нұрлы жер деген бағдарлама болды ғой, нақты осы қандастарымызға қатысты. Ол өкінішке қарай тоқтап қалды. Бірақ оның бір ұтымды тұсы жер берілетін, үй салып алуға. Немесе және де сол жердің бәріне жаңағы инфрақұрылым, коммуникация өткізілген жер берілетін. Мысалы, соңғы рет мына Заречныйдың жанында сол осы бағдарлама бойынша сырттан келген қандастарға жер беріледі деп айтылды, бірақ кейін біздің қандастарымыз ол жерден жер ала алмады. Көрдіңіз бе? Осындай бір оларға тиімді, оларға оңайрақ болатын, келген кезде бірден осы жаққа бейімделіп кететін бағдарлама болса, көш әрмен қарай жалғасарады деп ойлаймын. Енді өкінішке қарай қазір көш кішкене бәсеңсіп қалды, әсіресе біздің Қостанай облысында. Оның үстінде, мысалы, біздің облысқа жылына небәрі 150 адамға ғана квота беріледі қандастарға қатысты. Бұл өте аз ғой.
бейімделу жайында айтып кеттіңіз. Ең қиын процесс сол бейімделу. Мен сұхбатқа дайындалу барысында сіздің Топ Ньюс деген сайтқа берген мақалаңызды оқыдым. Сол жерде сіз көшіп келгенде Қазақстанға жасыңыз небәрі 10 жаста болған екенсіз. Сіз бала заңғар үшін бұл процесс қалай өтті? Қалай жаңа ортаны қалай қабылдадыңыз? Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді, біз әгі ата жұртқа келдік, бабалардың мекеніне келдік деп қуанамыз ғой. Бірақ қайткенмен де қиындықтар бар, әуелгі сәтте кедергілер бар. Біріншіден бұл тіл білмеу. Мәселен, орыс тілін білмеу осы ортада сен бейімделіп кетуіңе, сол ортаға бір сіңіп кетуіңе үлкен кедергі. Сондықтан менің ойымша, жаңағы қазір шеттен келетін қазақтардың балаларына сол мәселені реттеу керек. Бірден жаңағы енді тіл курстарына оқыту керек па? Тіл мәселесі бірінші кедергі деп ойлаймын. Сол кезде енді осыдан 30 жыл бұрынғы мәселе ғой. Қазір енді бұл мәселе ақырындап кішкене шешілген секілді. Енді мен бала үшін маған кедергі келгені сол тіл болды, орыс тілін білмеу. Өйткені біз бірден осы қаланың іргесіне келдік. Бұл жақта көп жаңағы орыс тілді халық, қазақтар аз болды ол кезде. Сондықтан маған сол тіл білмеу мәселесі қиын болғандықтан әкем мені және Дәркембай деген інім екеумізді 2 жыл орыс мектебінде оқытты. Сендер осы жақта өмір сүрсеңдер, орыс тілін жақсылап білулерің керек, сондықтан орысша үйрену керек деп, біз қазақ мектебінде оқып жүрген баланы бір күнде апарып орыс мектебіне кіргізіп жіберді. Сөйтіп 2 жыл оқыдық. Ол да жақсы болды бір жағынан. Кейін араласуға, қазір мысалы сол орыс мектебінде оқыған достарым жан-жақта, біреу Ресейде, біреу Германияда хабарласып тұрады мысалы. Сіздің ойыңызша, мысалы, көбінесе ақпарат тыңдап отырғанда, қандастар тобын мемлекет қызметкерлері болсын, телеарналарда болсын, оларды бөлек бір топ ретінде қарастырады. Бұл дұрыс па, әлде бұл да бір сіңісіп кетудің процесіндегі кедергі секілді ме? Расында жаңағы қандастарымызға осылай бір қарайтын көзқарас бар. Ойлайтын секілді, жаңағы бұлар бұл жаққа не үшін келді деген сияқты ондай бір көзқарастар бар. Соның өзі расында да әуелге келген кезде көшіп келген қазақтардың бір көңілін қалдырып, тіпті кезінде 90 жылдар көшіп келген қазақтардың көбі қайтып көшіп кетті ғой, мысалы Монғолияға көбі қайтып кетіп қалды. Оған жаңағындай бір мемлекеттік қызметшілердің болсын, немесе мейлі жаңағы жергілікті халық болсын, оларды бауырына баспауы, жаңағы құшағын кеңінен ашпауы, соны көрген соң кері көшіп кетті деп ойлаймын. Расында да осындай бір олқылық бар. Бұны енді қай деңгейде шешу керек, қалай шешу керек екен білмеймін, бірақ көшіп келіп енді ғана мына бөтен ел, бөтен жер, тіпті кейде тіл білмейді. Сол кезде оларға жылы шырай, жылы сөйлеп, күлімсіреп қарсы алып жатса, оларға да бір үлкен көмек етті. Тіпті ол ақша сұрап тұрған жоқ қазір сенен, үй сұрап тұрған жоқ. Жай солай жылы қарсы алудың өзі олардың осы жаққа қалуына, осы жаққа біте қайнасып осы елдің халқы болуына үлкен көмек болар еді деп ойлаймын. Осында ойлану керек. Ол мәселе қазірде бар деп ойлаймын. Мысалы, қазірде келіп жатқан жаңағы қандастарымызға сонша бір жылы шыраймен қарсы алатын жағдайлар көп ұшыраспайды деп ойлаймын. Мынандай бір оқиға болған. Бізде әлеуметтік бағдарламалар ма, сол басқармада Максим деген бауырымыз бар, ол өзі арқалықтың жігіті, қазақша жақсы сөйлейді. Сөйтіп жаңағы құжаттарын тапсыруға келген бір қандасымыз қазаққа келген, ол қазақша түсінбейді. Сөйтіп жүріп, жаңағы 2 қазақ, біреу сырттан келген қазақ, біреу біздің іштің қазағы Максимге барған ғой. Сөйтіп Максим екеуіне аудармашы болған ғой, ойлаңызшы. Осындай жағдайлар болған. Сіздің біз осындайда бір қызықты жағдайларға тап болдық. Сұхбатқа спикерлерді іздеу барысында
бізге жаңағы әлеуметтік қолдау және азаматтарды қолдау басқармасынан арнайы тізім берді. Сол тізім бойынша біз хабарласқан кезде кейбір азаматтар өзінің қандас екенін мойындамайды. айтқысы келмейді. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Енді бар ғой, мынау мен әлгі 10 жасымда ойын баласы ретінде осы жаққа әке-шешем көшіп келді ғой, солармен бірге келдік. Бірақ елге көшеміз, Қазақстанға көшеміз дегенде баламыз бәрібір де қуандық та. Бірақ келген кезде бір сені мынандай бір кедергілерге тап боласың. Мысалы, сен Монғолиядан келдің ба, сені моңғол дейді. Қытайдан келсең, сені Қытай дейді. Өзбекстаннан келсең, сені өзбек дейді. Ресейден келсең, сені орыс дейді деген сияқты. Сені бір шеттету бәрі де болады. Бала кезде. Осының бәрі сенің көңіліңе қаяу салады. Бәрібір сен жаңа психологиялық тұрғыдан сен қайткенмен де сен соққы аласың. Мен мысалы бастап кезде мектепте оқып жүргенде моңғолсың дегенде бәрімен төбелесетінмін. Кейін әбден студент болған кезде бізде Серікбай Оспанов ағамыз, белгілі ақын жазушы, осы журналистика факультетінде сабақ берді. Сол лекция оқып отырғанда айтты, қазақтың бәрі арғы тегі моңғолдан тараған ғой дейді. Содан бастап қазір сен моңғолсың десе мен қуанамын мысалы керісінше. Сондықтан осындай бір сені кеудеңнен итеру, сені бір сәлде болса кемсіту, әрине ол сенің көңіліңе қаяу түсіреді. Көңілің қалады кейде. Ал жаңағы қандастардың бірін-бірі қолдайтын бір топ па, бір-біріне деген демеу көрсететін бірлестік па, сондай ұжымдар бар ма? Мына қазіргі таңда сол сырттан келген қазақтарға, қандастарға үлкен көмекті бұл отандастар қоғамдық қоры жақсы қолдау, көмек көрсетіп жатыр. Ол екіншіден қазір Қытайдан келген қазақтардың өзінің бір жекелей топтары бар, жаңағы кәсіпкерлердің өздері бірлескен. Монғолиядан келген жігіттердің де өздерінің жекелей жаңағы өздерінің топтары бар. Олар үнемі мысалы Монғолиядан көшіп келген жігіттер жаңағындай форумдар өткізіп тұрады. Мысалы олар кемінде 300 адам жиналған форум болды, осыдан бір қателеспесем 4-5 жыл бұрын Астанада өткізді. Ол жерде жаңағы кәсіпкері бар, осы журналистика, басқа да салада жүрген барлық азаматтарға шақырту жіберіп, соларды жинады. Келесі форумда олар кәдімгі Монғолияда өткізді. Ол бизнес форум болды. Сол жерде мысалы біз осы елге келдік, енді осы елде қандай бір жағдайлар жасай аламыз, қазір сырттағы жүрген қандастардың балаларын оқытуға қандай да бір мүмкіндіктер туғыза аламыз деген сұрақтар көтерілді. Ол кезде мысалы Астананың жанынан сондай бір пансионат сияқты мектеп салу бастамасы көтерілген. Және сол жерде жаңағы мысалы Монғолияда келетін, Өзбекстан, Ресей, басқа да Афғанстан, шеттен келетін қазақ балаларын сол жерде оқыту, бір жыл бейімдеу, ары қарай оқытып, оны жоғарғы оқуға орнына түсіру деген сияқты мәселелер көтерілген. Енді ол алдағы уақытта жүзеге асады деп ойлаймыз. Әрине олар енді өзі сырттан келген қазақ бір-бірін жақсы түсінеді да. Өйткені көшу деген былай, мысалы сіз бір районнан келесі ауданға көшудің өзі оңай емес қой. Сіз сол ауданның халқымен танысқанша, көршілеріңізбен бір мәмілеге келгенше сізге қиынырақ түседі. Ал сіз бір мемлекеттен келесі мемлекетке көшіп отырсыз ғой. Сондықтан сондай қиындықтарды басынан өткізген адам ғана қазіргі көшіп келіп жатқан, көшіп келетін адамдардың жағдайын түсінеді. Қазақ тілі қоғамы бірлестігі ол осы қандастарды қолдау мақсатында құрылған бірлестік па? Сол жайлы айтып. Жоқ, бұл қазақ тілі халықаралық қоғамдық бірлестігі бұл ертеде құрылған, тіпті сонау 89 жылдары құрылған ең іргелі ұйымдардың бірі, бұл халықаралық. Бұның жаңағы қандастарға қатысы ешқандай жоқ. Бұл тікелей осы елдегі мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында құрылған үлкен ұйым.
Бұны енді кезінде біздің жақта жаңағы Ақылбек Шаяхмет ағаларымыз басқарған, арасында бір 10 шақты жыл тоқтап қапты бұл қоғамның жұмысы. Кейін қайтадан 21 жылдан бері жандандырып, соны қайтадан ісін жүргізіп келе жатырмыз. Жаңа сөздің басында сіз қандастардың елге оралу процесіндегі комиссия мүшесімін деп айтып кеттіңіз. Осы комиссия жұмысы жайлы ақпарат берсеңіз, қалай жұмыс істейді, қандай критерийлерге қарайды? Мысалы, егерде елге ораламын деп ниет білдірген азаматтарға отказ дейді ғой? Иә, отказға бас тарту жағдайлары. Бас тарту жағдайлары болады ма, және не себеппен? Иә, бұл жаңағы қандастар мәселесі жөніндегі облыстық комиссия ғой. Соған былтырғы жылы мені қосқан. Өзі бізге мана айттым ғой, біздің облысымызға небәрі 150 ғана квота беріледі. Бұл менің түсінігімде өте аз. 150 отбасы емес, 150 адам. Бұл дегеніңіз өте аз ғой. Бұл жерде енді әуелі олар жаңағы қандас мәртебесіне өтінім береді. Сол қандас мәртебесін алған соң, ары қарай енді азаматтығын алып өмір сүре береді. Көрсетілетін көмек, мәселен кезінде біз көшіп келген жылдар, 90 жылдар өте жақсы болды. Егер қалада тұрам деген кісілерге қаладан пәтер берді, мысалы. Совхоздарда да үйлер берді. Үйлер салып берді. Жаңағы мал ұстаймын деген кісілерге мал берді деген сияқты, о кезде жақсы болды. Қазір не үй берілмейді, не мал берілмейді ғой. Қазір келген қандастарға қиынырақ. Тек қана жаңағы алғашқы жарна ретінде баспана алуға 4 миллион теңге беріледі. Сосын жаңағы көшіп келуге жол шығындары өтеледі, болды. Ол енді қай жыртығын жамайды. Сондықтан қайталап айтам, жаңағы тиісті бір бағдарлама қабылданса, бұл нақты біздің комиссияға келетін болсақ, сол жаңағы келген адамдардың жаңағы әуелі қандас мәртебесін алуға өтінімі қаралады. Одан кейін олардың қай аудандарға бөлініп жатқаны, қай аудандарда квота көбірек бар екені анықталады. Енді білесіздер, бізде жаңағы 35 мыңнан астам қандасымыз көшіп келдік дедік қой Қостанай облысына. Соның көбі, мысалы, 25 мыңнан астамы деп айталық, мәселен, Рудный қаласында, Рудный маңайына шоғырланған. Бұл жерде көбі жаңағы Өзбекстаннан көшіп келген біздің бауырларымыз. Сөйтіп жаңағы ағайыны келеді, ағайынның артынан жаңағы басқалар келеді деген сияқты. Бірақ қазір, мысалы, Рудный қаласына квота өте шектеулі. О жақта өте көп шоғырланған. Сондықтан басқа да, мысалы, Қостанай ауданы дейміз ба, Денисов, басқа да аудандарға жібереді. Бірақ жаңағы қандастарымыздың көбі жаңағы ағайын туысын паналап, сағалап келгендіктен сол жерге барғысы келеді. Осындай бір сәл кедергілер бар қазіргі кездегі мәселе. Осындай мәселелер қаралады. Немесе жаңағы көп жағдайда енді жұмысқа қабілетті, отбасы толық адамдар енді жаңағы квотаға ілігіп жатады ғой. Сіз өз ортаңызда қазіргі уақытта абыройлы, белгілі журналистсіз. Қазір экранның ар жағында өзге елде отырған қазақтар, мүмкін жас азаматтар, еліне оралғысы келіп жатқан азаматтарға не айтар едіңіз? Жалпы сіз үшін патриотизм, отансүйгіштік деген ұғымдар нені білдіреді өзіңіз үшін? Иә, жалған сөйлеп, жалаң кеуде қақпай қоялық, бірақ енді сол елін сүю, отанын сүю отбасынан басталады. Жалпы кез келген адамның қалыптасуы ол отбасы ғой, іргетасы отбасыдан қалыптасады. Ұяңда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Сондықтан егер отбасында сондай бір еліңді сүй, жұртыңды қадірле деген бала кезіңде сенің санаңа сіңірген сөздер болса, ол ертең өсе келе өз өлкесін сүйеді, өз өлкесін қадірлейді деген сияқты. Сондықтан ол бәрі де отбасыдан басталады. Ал енді сырттағы жүрген қандастарға әрине, егер ниеттеріңіз болса, елге келіңіздер дегім келеді. Өйткені қазақта айтады ғой, елге ел қосылса құт дейді. Ол қайткенмен де бір қазақ келсе, ол бір жаңағы ғұрып, салт, дәстүрді ала келеді деп ойлаймын. Бұл шеттегі жүрген қазақтар бәрі де біздің
ұлттық кодымыздың түп негізі қайнары соларда деп ойлаймын. Әлі де тілі бұзылмаған, ділі, діні, жаңағы дәстүрі бұзылмаған қазақтар сыртта жүр. Сондықтан олардың біздің елге келіп қосылуы, әсіресе мына солтүстік өңірлерге, одан қалды тіпті біздің мемлекет мынандай бір бағдарлама қабылдаса ғой, мысалы мына біздің шекара шебіндегі ауылдар қазір қаңырап бос қалып жатыр ғой. Соларға нақты үйлер салып, жаңа инфрақұрылымын өткізіп, осы жерге мысалы мына ауылға міне 50 отбасы, мына ауылға 100 отбасы деп сондай нақты бағдарлама қабылдап, қандастарды сол жерге қоныстандырса, ол біздің еліміз үшін бір үлкен жақсы бастама болар еді. Сондықтан әрине енді қай елде болсын, бір адамның қалыптасуына, оның ортасына беделді, абыройлы болуына өзінің де жаңағы талпыну керек, өзінің де жаңағы мықты болу керек қой енді. Қай елде болсын, сен егер мықты болсаң, сыртта Қытайда миллион, миллиард халықтың ішінде жүріп те сен таныласың. Ал енді өзің бір сондай жатып ішер, жайбасар болсаң, онда бір танылуың, жаңағы ел алдына шығуың қиынырақ болатын шығар. Сондықтан әр адамның өзінің жаңағы өзін таныта білуі өзіне байланысты айналып келгенде. Негізінде шетелдегі азаматтардың елге оралуы бұл тек қана көші-қон мәселесі емес, ол ең алдымен отанға деген сүйіспеншілік, елдің біртұтастығын сақтап қалудың символы ретінде. Біз сізді бүгінгі сұхбатыңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Көрермендерге келесі кездескенше дейміз.